Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен тауық етін көкөністермен қосып духовкада пісіру тәсілімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Сонымен бірінші тауық етін жақсылап тазалап, жуып, кептіріп аламыз. Бізге маринадқа қызыл бұрыш, чеснок, тұз, горчица, паприка, соя, май және пияз керек. Үлкендеу ыдысымызға барлық заттарымызды, мариновать ететін заттарымыздың бәрін салып, араластырып дайындап қоямыз бірінші. Маринад бітті. Енді тауықтың өзіне де жақсылап тұздап аламыз. Біз маринадты бірінші тері астына саламыз. Ол жерде дәмді болу керек. Тек терісінің өзін маринад етуге болмайды. Астын үстін бәрін жақсылап ішіне салып, сосын сыртын осылай бүкіл неге сылап шығамыз тауықтың етіне маринадты. Енді осы етімізді жарты сағатқа қойып қоямыз маринад ету үшін. Бұл пиязымызға чеснокты араластырып, бұны ішкі жағына саламыз. Қатты тығыз салуға болмайды, бостау болу керек. Осылай бұны кейін зубочисткамен түйреп қоямыз. Біз оған дейін көкөністерді дайындаймыз. Бізге картошка, болгар бұрышы, пияз, сәбіз, спецтерге паприка, тұз, май керек. Сонымен көкөністерді дайындаймыз. Картошкаларымызды ірілеу етіп осылай турап шығарамыз. Барлық көкөністерді негізі ірілеу қылып тураймыз. Болгар бұрышында ірі қылып тураймыз. Турап болғаннан кейін спецтерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған тауық етін үстіне қойып, оны бұлай ортаға қоямыз. Сөйтіп зубочисткамен бекітеміз бұл жерін. Сосын екі аяғын жақсылап байлап, формаға келтіріп қоямыз. Сосын фольгаменен үстін жауып, 220 градуста 1 сағатқа пісіріп аламыз. 1 сағаттан кейін фольгасын ашып көреміз. Егер дайын болса, фольганы ашып, тағы қызарғанша отқа қоямыз піскенше. 1 сағат өтті. Біздің етіміз өте дәмді, керемет, таза пісіп шықты. Сонда да мен бұны тауықтың етін қызарту үшін осылай ашық күйінде тағы да 20 минутқа қойдым. Осылай қып-қызыл болып пісті. Міне біздің тауық етіміз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса тіркеліп лайк басып отырыңыздар.